Саламатсыздарма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Қаржы және несие пәні. Тақырыбы ипотекалық несие. Екінші курс есеп және аудит мамандығы. Пән оқытушысы Хасенханова Бағлан Нұрбақытқызы. Сабақтың мақсаты білімділік несиенің мәнімен, түрлерімен таныстыру. Дамытушылық білім алушылардың білімін жетілдіріп, ой өрісін дамыту, көзқарасын қалыптастыру, пікір айтуға баулу. Тәрбиелік үнемділікке, белсенділікке тәрбиелеу. Ипотека, яғни гректің кепіл-кепілзат деген сөзінен шыққан. Ұзақ мерзімге несие алу үшін жылжымайтын мүлікті кепілге салу. Ипотекалық қарыз немесе ипотекалық несие қозғалмайтын мүліктің кепілдігіне банк беретін қарыз ақша, сенім қозғалмайтын мүліктің кепілдігі туралы банк қарыз алушыға беретін куәлік. Ипотекалық несие бұл тұрғын үй құрылысына инвестиция тартудың ең тиімді тәсілі. Ипотекалық несиенің халықтың тұрғын үй жағдайының жақсаруына, банктердің тиімді және пайдалы жұмыс жасауына, сондай-ақ еліміздегі құрылыс кешенінің қарқынды дамуына мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибе дәлелдеп берді. Ипотекалық несие кезінде қарызгерде меншікті пайдалану құқығы сақталады. Несие толық өтелгеннен кейін несиегерге берілген меншік құқығы жойылады. Өтеу нысандары тұрақты, тіркелген пайыздық мөлшерлемелі, ипотека куәлігі ипотека немесе төлем біркелкі төленіп отыратын ипотека. Пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі ипотека. Нарықтағы несие беру құралдары айналысының мүмкіндігіне қарай жабық ипотека, ашық ипотека, лимиттелген ипотека, шектеулі ашық ипотека, шоғырландырылған ипотека түрлеріне бөлінеді. Қазіргі таңда тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз жұмысын жасап жатыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі тұрғын үй құрылыс жинағына салымшылар ақшасын тарту мен оларға тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін тұрғын үй заемдарын беруге негізделген тұйық қаржыландыру жүйесі. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі, оның қатысушылары салымшы жинақ шотына ай сайынғы жарналар, банк сыйақы есептеу және де мемлекет жыл сайынғы сыйақыны есептеу жатады. Яғни жинақтау 50% болу керек, кредит беру 50%. Банк тұрғын үй заемын беру, салымшы тұрғын үй заемын өтеу керек. Қазіргі таңда банктер шілде айынан бастап 7-20-25 бағдарламасы бойынша ипотекалық несие беруді бастады. 7-20-25 бағдарламасына серіктес банктер, яғни банк Центркредит, АТФ банк, Сесна банк, РБК банк, Евразиялық банк, Халық банк ипотекалық кредит беруде өз жұмыстарын атқарып жатыр. Ипотекалық тұрғын үй несиесін алу жолдары. Бірінші қадам, несие алушы бастапқы жарнаны жинап, сатып алу үшін тұрғын үйді таңдайды. Екінші қадам, қарыз алушы банкке ипотекалық несие алуға барады. Үшінші қадам, банк қарыз алушыны тексереді және оң нәтиже берсе, несиелік келісім жасайды. Қарыз алушы тұрғын үйді сонымен сатып алады. 7-20-25 бағдарламасы. Заем сомасы және төлемдер мөлшері. Қазіргі кезде Алматы, Астана, Ақтау, Атырау қалалары үшін тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 25 миллион теңге. Бастапқы жарна 5 миллион теңге. Заемның ең үлкен сомасы 20 миллион теңге. Басқа өңірлер үшін тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 15 миллион теңге. Бастапқы жарна 3 миллион теңге. Заемның үлкен сомасы 12 миллион теңге. Ипотекалық заемдарды сатып алу механизмі.
Мерзімдік кезекке шаққандағы қаржыландыру көлемі 2018 және 2043 жылдарға көрсетілген. 2019 жылғы қазақстандықтардың несие алу көрсеткіші. Тұрғын үй қарызына ең аз өтініш бергендер Түркістан облысы 1,3%, Алматы облысы 29,1%. Тұрғын үй сатып алуға ең көп ақша жұмсағандар Ақтөбе облысында 82,7%, Шығыс Қазақстан облысында 85,9%, Алматы қаласы 378,5% және Нұр Сұлтан қаласы 398,6%. Қазіргі кезде теңгемен алғашқы жарнасыз ипотекалық қарызды 8 қазақстандық банк береді. Алайда несиені рәсімдеу кезінде жылжымайтын мүлік түріндегі қосымша кепіл талап етіледі. Тез арада ипотека қажет болса, бірақ алғашқы жарна болмаса, онда банкке тағы бір жылжымайтын мүлік нысанын кепілге қою жеткілікті. Оның құны алғашқы жарнаның көлеміндей болуы керек. Мұндай шарттарды келесі банктер ұсынады. Қазақстан Халық банкі 14%-дан бастап 30 жылға дейін. Сбербанк 13,6%-дан бастап 20 жылға дейін. Центркредитбанк 16,5%-дан бастап 15 жылға дейін. Банк РБК 19%-дан бастап 10 жылға дейін. Қазақ банк 17%-дан бастап 10 жылға дейін. Фортебанк 20,49%-дан бастап 15 жылға дейін. Және Цеснабанк 20,5%-дан бастап 10 жылға дейін. Евразиялық банк 13%-дан бастап 20 жылға дейін. Қорытындылай келсек, экономикалық тілде ипотекалық несие дегеніміз тұрғын үй сатып алуға, жаңа үй салуға, немесе үйді жөндеуге, сол үйді кепілге қоя отырып, банктер беретін несиелік қаржы.